Бұл сөздерімді ешқашан ұмытпа. Сен қиын деп есептеген жұмысың әрбір жұмыссыз адамның арманы. Сенің кішкентай ғана үйің әрбір үйсіз адамның арманы. Сенің аз да болса жиған қаражатың әрбір мұқтаждың арманы. Сенің мән бермей жатқан денсаулығың әрбір емі жоқ ауру адамның арманы. Алла сенің күнәларыңды адамдардың көзінен жасырып қояды. Бұл күнәларынан масқара болған әрбір адамның арманы. Сенің тыныштық тапқан жүрегің, тыныш ұйқың, жейтін тамағың, отанында ұрыс болып жатқан әрбір адамның арманы. Сенде не бар болса, оның қадіріне жетуің керек. Себебі ешкім білмейді ертең не болатынын.